Баршаңызға сәлем. Қанттың зияны және организмге әсері туралы білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қарап, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Қазіргі кезде қанттың зияны туралы көп зерттеулер жүргізілген. Көптеген зерттеулер бойынша қанттың онкологиялық, жүрек тамыр жүйесі, дегенеративті аурулар, артық салмаққа алып келетіні анықталған. Қант дегеніміз тек қана осындай қант емес, бұл рафинирленген көмірсулар, яғни ақ нан, ұн, макарон, кондитер өнімдері, ақ күріш, чипсы, фастфуд барлығы рафинирленген көмірсулар. Бұның барлығы тәтті емес, бірақ құрамында крахмал, яғни көмірсулар бар. Ал көмірсулардың соңғы өнімі глюкоза болып табылады. Дені сау адамға глюкоза деңгейі қалыпты болу үшін 4 грамм қант жеткілікті. Егер күнделікті қантпен салыстырғанда 1 шай қасық. Бұл жерде тек қана осы ақ қант емес, басқа, яғни көмірсулардан алынатын глюкоза туралы айтылып жатыр. Қант организмде бүкіл қабыну ауруларының негізгі себебі. Енді гипогликемия туралы айтайық. Гипогликемия бұл қант деңгейінің қандағы төмендеуі болып табылады. Егер сізде бас айналуы, жүрек айнуы, өзіңізді нашар сезіну, күш энергия болмауын сезінсеңіз және жағдайыңыз тәтті шай немесе конфет жегеннен кейін жақсаратын болса, бұл гипогликемия болып табылады. Неге осындай болады деп ойлайтын шығарсыз? Себебі, мысал қылып алғанда, аш қарынға 1 торт бөлігін жедіңіз, организмге көп қан түседі және глюкоза деңгейі жоғарылап, ұйқы безінен инсулин бөлінеді. Инсулин глюкозаны клеткаларға тасымалдайды. Содан кейін 1-1,5 сағаттан кейін қайтадан қарныңыз ашады. Бұл инсулин деңгейінің төмендеп жоғарылауына байланысты, яғни гипогликемияға байланысты болып тұр. Егер сіз тамақтан кейін жарты сағат немесе 1-2 сағаттан кейін қарныңыз ашса, энергия жоқ, бас айналу, жүрек айну, ашушаңдық, шаршағыштық, күштің болмауы байқалса, онда сізде көмірсу балансы бұзылуы болуы мүмкін. Гипогликемия гипергликемияға ауысады. Инсулин деңгейі тез өзгеріп жоғары төмен болса, инсулинге клетка бетіндегі рецепторлар тәуелсіз болып резистентность дамиды. Соның әсерінен қант диабеті дамиды және организмдегі қандағы артық глюкоза бұл бауырда триглицеридтерге айналады. Триглицеридтердің деңгейі жоғары болғанда артық салмақ пайда болады. Бұл тек қана сіз таразыда көрген артық салмақ емес, ол висцеральды май, яғни ішкі ағзалардың сырты май тынымен қапталады. Бұндай жағдайда органдар өз функциясының жеткілікті түрде атқармайды. Және осы май тініне токсиндер жиналады, яғни сыртқы ортадан консерванттар, ауада кірген әртүрлі металдар, осы барлығы май тініне отырады. Қанда глюкоза деңгейі жоғары болғанда тамырдағы эндотелий эластикалық қасиетін жоғалтады. Сондықтан тамырлардың зақымдалуы сіздің қолданған қантқа байланысты. Тамырлардың эластикалық қасиеті өзгергендіктен минералды заттардың организмге тасымалдануы азаяды. Бұл жерде жоғары деңгей қант, бауыр, бүйрек, ұйқы безі, жүрек зақымдалуына алып келеді. Қант көп қолданғанда экзема, аллергия, дерматит, артық салмақ, семіздік, метаболизмдік синдром, қант диабеті, мазасыздық, жалпы әлсіздік, шаршағыштық, депрессия байқалады. Әрине, бұл аурулар тек қана глюкоза деңгейінің жоғарылауынан ғана пайда болмайды. Күйзеліс, жарақат, спортпен шұғылданбағанда, артық токсикалық нагрузкадан, гормональды дисбаланстан кейін барлығы қосылып дамиды. Сізге осы аурулар қажет пе? Әрине жоқ. Күнделікті қант деңгейіне қаншалықты мән бересіз? Жауабыңызды комментарий ретінде қалдырсаңыз болады.